Азан радиосында ізгі қоғам рухани танымдық бағдарламасы. Микрофон алдында Нұркен Мағриденұлы. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті Азан радиосының тыңдармандары. Ізгі қоғам рухани танымдық хабары тікелей эфирде. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Атырау Рауан қоғамдық қорының басшысы Әди Жоламанұлы барымыз келіп отыр. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй тамаша, керемет. Бүгінгі жаңа Азан интернет радиосына келіп көріп, негізі мен журналистика саласында да жұмыс жасағам. Осы жақта әріптестерді көріп, керемет бір әріптестермен жүздесіп қуанып қалып отырмын. Бәрекелді. Табыс тілеймін сіздерге. Рахмет. Осындай облысымызда керемет радио ашылғанына танымдық. Бәрекелді, көп рахмет. Енді жалпы өздеріңіздің қазіргі таңда қызметтеріңіз енді жастарды саналы ұрпақ тәрбиелеу, сондай-ақ білімге, ғылымға деген мақсатта көптеген игі істерді, бастамаларды жүзеге асырып жатырсыздар. Қазіргі таңда сондай-ақ мына әлеуметтік жағдайы төмен отбасынан шыққан балаларға көмек көрсетіп, олардың білім алуына бір мүмкіншілік жасап жатқан арнайы бір сондай бір мекемелердің бірі ретінде қызмет жасап жатсыздар. Бастамаларыңыз құтты болсын, жалғасын таба берсін дейміз. Қазіргі таңда енді осы жақында естідік, мектепке жол акциясы аясында біраз балалардың мектепке баруына, жаңа мектеп құралдарымен қамтамасыз етілуіне де біраз мүмкіндіктер жасадыңыздар. Сонымен бірге саналы ұрпақ деген жобаны да қолға алған екенсіздер. Жалпы осы жоба аясында әңгіме өтсек, бұл жобаның негізгі мәні, мақсаты қандай? Алдымен осыған тоқталып кетсеңіз. Жалпы Атырау Рауан қоғамдық қорымен кішігірім таныстырып жіберсем сіздерді. 2014 жылы желтоқсан айында ашылды Атырау Рауан қоғамдық қоры. Содан бері 10 жылға жуық уақыт өтті. Түрлі салада, түрлі бағытта қайырымдылық және қоғамдық істерде қызмет етіп келеміз. Бірнеше бағыты бар. Өзінің жұмыс істейтін береке деген акциямыз бар. Бұл енді жағдайы төмен отбасыларға азық-түлік тарату шарасы. Бұны жылына 3-4 рет ұйымдастырамыз. Бұл жоба бойынша уже біздер 8 жылдан бері ұйымдастырамыз. 5000-ға жуық отбасыға азық-түлік себеттерін тараттық облыс бойынша. Одан бөлек жаңа өзіңіз айтып отырған саналы ұрпақ жобасы бар. Саналы ұрпақ жобасына кейінірек тоқталсам, себебі бұны ашу керек болады. Одан бөлек мектепке жол акциямыз бар. Бұл мектепке жол акциясы бұған да бір 8 жылдың көлемінде болды. Үздіксіз жалғастырып келе жатырмыз. Биыл 500 балаға сөмке, оқу құрал жабдықтарын тараттық. Жалпы осыған дейін 4500 балаға оқу құралдарын таратқан болатынбыз. Енді биыл жаңа айтып отырған 500 балаға тараттық. Енді өзінің бір нелері бар. Ішінде көпшілік біле бермейтін қызықтары болады. Негізі былай ғой. Ол балаларға, оның ішінде жетім балалар бар. Жалпы негізі өзімізде списокта тұрған 300 отбасы бар. Облыс бойынша, қала бойынша ма? Өзіміздің іріктеген қала бойынша тек қана. Облыс бойынша шара қойған жоқпыз. Қала бойынша жұмыс істейміз. Әзірге біздер 300 отбасының кеше балаларын қарап отырмыз. 1500 баласы бар екен. Енді біздер мүмкіндігіміз кішкене тарлау болғандықтан 500 балаға жыл сайын көмектесіп келе жатырмыз. Биылғы жылда 500 балаға көмектестік. Мынандай қызықтар болған. Жаңағыдай біздің волонтерларымыз көмектесуде адресіне шейін апарып береді. Жаңа мұқтаж отбасылардың. Бір волонтеріміз сол біздің Рауанға көмектесуге келе жатқан уақытта өзінің бір 7 жасар баласы бар. 7 жасар баласы, әке қайда барасыз деп. Сосын айтады, осындай Рауан қоғамдық қорына бара жатыр. Жағдайы төмен отбасылардың балаларына сабақ құрал жабдықтарын алып береміз деп. Ол баласын осындай бір қайырымдылық істерде тәрбиелеп, солай не істеп жүреді екен? Баласын тәрбиелеп, адамгершілікке баулып деген секілді. Өзінің осыған дейін ата-әжесінен алған, мүмкін ата-анасынан алған, қазақта айтады оны сүндеттелу деген секілді. Содан жиналған қаражаты 80 000 теңге қаражаты бар екен, осыған жинап қойған баланың өзінікі. Баланың өзінікі. Сол айтады дейді. Әке, онда мен Рауанды білем, көріп жүрем Инстаграмнан, анамнан. Мына 80 000 теңгені менің атымнан көмек болса деген секілді. Әрине біз оны ол баладан ала қойған жоқпыз, бірақ сондай бір ниет. Одан бөлек жаңағы таратып жүрген уақытта сондай бір біздің волонтерлар өзінің бала шағасымен таратады. Сол кезде кішкентай мектеп жасындағы қыз жаңа жағдай төмен балалардың қиын жағдайын көріп, өзінің сөмкесі болған алып берген әкесінің. Мен де өзім сөмкемді осы балаларға берсем деген секілді. Айтқым келгені бұл тек қана бұл шараны ұйымдастырған уақытта материалдық қамтамасыз ету емес. Бір жағынан волонтерлар өзінің бала шағасын болмаса, қоғамда осындай мұқтаж адамдардың бар екенін сезінеді, көреді, біледі. Баласына да солай тәрбие береді. Және де алған мұқтаж отбасылардың балалары да қоғам
мейірімсіз адамдар емес екен, мейірімге толы адамдар бар екеніне көз жетеді деген секілді ғой. Қоғамнан шеттеп қалмайды дейсіз ғой. Шеттеп қалмайды. Өте жақсы. Саналы ұрпақ жобасына тоқталатын болсақ, саналы ұрпақ жобасын негізі айтып отырғаным жаңа тамақ тарату болсын, болмаса сөмке тарату болсын, балаларға негізі бұл проблеманың шешімі емес. Яғни біздер жыл сайын сөмке таратқан уақытта, болмаса жылына 3-4 рет тамақ таратқан уақытта біздер бұдан списоктан адамдардың алынып қалып отырғаны, списоктың біздің азайып кетіп отырғаны жоқ десе де болады. Жылына 1-2 адам өзі мойындап алып кететін болар. Яғни мен қазір мұқтаж емеспін деген секілді, бірақ бірнеше жыл болды осы 300 отбасы тұр біздерде. Енді бұл проблеманың шешімін қалай табамыз деген уақытта осындай проект ортаға шықты. Ақылдаса келе саналы ұрпақ деген жобамыз. Саналы ұрпақ жобасы әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың, осалты отбасыларының балаларын алып, яғни қандай олар 10-11 сынып оқушыларды алып, достық білім беру орталығында білім беру, ұбт-ға дайындау, ұбт-дан жоғары балл жинаған оқушыларды алып, енді в основном грантқа түсіп кетеді. Көбінесе грантқа түсіп кетеді. 2021 жылы осы бастаманы бастап көрдік, бір 19 баламен. Қалай болады екен осы проекті шыға ма екен, шынымен біздің ойдағыдай бола ма екен деген секілді. Айттым ғой жаңа 10-11 сынып балаларды аламыз, оқушыларды аламыз деп. Сол 19 баланың 7-і 11 сынып оқушысы болды. 7 баланың 6-і грантқа түсіп кетті. Осы ұбт-дан дайындалып, 7-інің 6-і грантқа түсіп кетті. Және де бір қызығы Алматыдағы СДУ университет деп айтамыз, Сүлеймен Демирел атындағы университет, Астанадағы IT университет, болмаса Астанадағы ЕНУ университет деген секілді. Білікті. Жоғарғы біздерге сондай университеттерге түсті. Бұл біздер үшін бір мотивация болды, біздер үшін бір қуаныш болды. Енді сол алғашқы жылдары оқуға түскен балаларымыз бұйырса келесі жылы бітіріп келеді алды. Қазір бұл жобаға 3 жыл өтті, бұл жобаны қолға алғанымызға. Келесі жылы 2022-де 29 баланы оқыттық, 29-дың 26-сы грантқа түскен болады. Биылғы жылы біздер осы оқу жылында 38 баланы оқытқан болатымыз. 38 баланың 26-сы 11 сынып оқушысы болды. 26 оқушының 22-сі грант иегері атанды. Өте жақсы, керемет. Жалпы енді оқуға түскеннен кейін олар жаңағы балалармен қандай да бір байланыс жасап, немесе оқуларын қадағалап деген сияқты ата-аналармен қандай да бір байланыс жасап тұрасыздар ма? Әрине, оқуға түскеннен кейін достық оқу орталығында мынандай бар, кураторлар бар, оларға жауапты. Кураторлар олардың бос уақытында сабаққа дайындалуға, болмаса ішкі бір мәдени шаралар ұйымдастыруға атсалысады. Біздер мына жақтан енді олардың оқуына, болмаса сондай бір шаралардың қалмауына біздер демеушілік білдіреміз. Үнемі өзімізде, мен де өзім байланыста отырам. Мынандай бір осы мен өзім солармен жақын сөйлесіп танысқан уақытта өздерінің нелері ашылып жатыр да. Ішкі біз білмейтін кейбір нәрселер. Бір Зинур Хамида деген оқушымыз қазір енді 104-105 балл мұғалімдікке Ақтөбе қаласына оқуға түсті. Ол мынандай екен, жақын сөйлессем, кітап оқығанды жақсы көреді екен. Кітап оқығанды жақсы көреді, сосын енді хоббиіне деген әңгіме басталып кетті, сосын оның кітап оқу екенін білдік. Сосын айтам ғой, мен осыған деген қанша кітап бітірдің десем, 200 кітап бітірдім дейді. 11 сынып оқушысы. Өзінің негізі несі де қызық болған, тарих мамандығын таңдады қазіргі уақытта. Тарих мамандығын, оқушы неде ұбт-да жүрген уақытта 5 ай қалғанда тарих мамандығын ауысып кеткен ғой, тарихқа. Оған дейін басқа нестерінде жүрді, бірақ 5 айдың ішінде 104 бар, 110 балл алды. Айтқым келгені 200 кітап бітірген осыған дейін. Тарихи драма болсын, түрлі кітаптар болсын. Қазіргі маған мысалы бір кітапты бір қаладан бір қалаға барсам, болмаса таңертең отыратын болсам бітіріп тастай аламын деген секілді. Сондай бір хоббиінің, сондай бір өзіне отырғызған әдеттің арқасында ма екен, енді 5 айда ондай 100 баллға қол жеткізу деген екін-бірінің қолынан келмейді. Айтқым келгені сондай бір хоббиін ашып балалардың, болмаса солардың тәрбиелік жөнінде біздер
үнемі байланыста жұмыс істеп тұратын боламыз. Өте жақсы, керемет. Құрметті тыңдармандар, біздің эфиріміздің нөмірі 872-189-71-59. Бүгінгі біздің бағдарлама барысында қонағымызға қандай да бір сұрақ сауалдарыңыз болса жолдасаңыздар болатынын айта кеткім келеді. Әдеке, енді жалпы жаңа кітап туралы айтып қалдық қой. Енді жалпы өздеріңізде де естіп жатамыз. Осы жалпы жас ұрпақты, жас буынды осы кітапқа баулу, яғни кітап оқуға машықтау деген сияқты бағытта бір жобаларды қолға алып жатырмыз деген сияқты естіп қалғам. Жалпы осы жобалар төңірегінде айтып кетсеңіз қалай болады? Балаларды кітап оқу жөнінде. Арнайы бір кітап оқитын оқырмандар клубын жасақтап, сондай бір ойлар бар деп естіген. Ол менің идеям, жаңадан келіп жатқаннан кейін. Қоғамдық қор негізі біздер көбінесе қайырымдылық істермен айналысып келдік осыған дейін. Ал біздер жалпы негізі қоғамдық мақсатта қоғамдық шаралар ұйымдастыруға толық құқылымыз негізі. Осы салада мен негізі біздің қоғамдық қорды бір дамушы, дамытушы ортаға айналдырғым келеді. Мысалы, волонтерлар келсін, болмаса жаңағыдай өзіміздің сана ұрпақтың оқушылары келсін, кітап оқуға жайлы бір мекен іздейтін болса, бір дамушы бір орта іздейтін болса, сондай бір ортаны қалыптастырғым келеді. Сол себепті де мен ішке кітап ал деген кітап дүкені бар. Сол жерден қазіргі уақытта жастардың қызығушылығын тудыратын, көбірек таралымы бар кітаптарды әкеліп қойған болатын. Мақсат жаңағыдай кітап оқушы жастардың санын арттыру, олардың қызығушылығын ояту, дамушы бір орта қалыптастыру. Жалпы енді біз көріп жатамыз, енді жаңа өзіңіз айтып кеткендей, осыған дейін біз бұл Атырау ұрғанда жалпы қайырымдылық мақсатта көп жұмыстар атқарған білеміз. Енді жалпы жаңа өзіңіз айтып отқандай дамушы орта, жалпы кітап оқуға баулу, сондай-ақ жаңа саналы ұрпақ деген жобаларды кейін келе естіп жатырмыз. Енді осындай керемет бастамаларыңыз одан әрі жүзеге аса берсін деп тілек білдіргіміз келеді. Сондай-ақ кейде көріп жатамыз, осы сіздер тек қала төңірегінде ғана емес, аудандық жерге, ауылдық жерге де жаңа сапарлап, ол жердегі халықтың тұрмыс тіршілігімен танысып, жаңа қайырымдылық көмек көрсетіп, басқа да жұмыстар атқарып жатасыздар. Жалпы осы алдағы уақытта осы жобаларды ауқымды деңгейде кеңейтіп, жаңа аудандық, ауылдық жердегі, ол жерде де енді мықты жастар бар, солармен бірге байланыс жасап жұмыс жүргізу жалпы ойда бар ма, жоспарда? Өте дұрыс айтасыз. Көбірек адамдардан келетін, волонтерлардан келетін сұрақтардың бірі мына жаңа мектеп жол акциясы болсын, жаңа болмаса оның алдында өткен береке акциясы болсын. Біздер ауылдарға да көмек көрсеткенбіз. Сол кезде ол жақтағы волонтерлар біздерге келіп, біздердің қормен танысып, олар өздерінің қызығушылықтарын білдіріп жатыр. 2 аптада бір рет болса да мен сіздерге келіп кетейік, біз сіздерге келіп кетейік, қандай жұмыстар бар, қандай шаралар ұйымдастырайын деп жатырсыздар. Біздер хабардар болсақ, біздер ауылда да ол нәрсені ұйымдастыруға, ауданда да ол нәрсені алып кетуге біздер дайынбыз деген секілді. Дәл осы мақсатта біздер бұл волонтерлардың сұрақтары біздердің қызығушылығымызды туғызды. Осы саналы ұрпақ проектісін таныстырған уақытта айтады, бұл проектімен біздің ауылдың балалары оқи ала ма деген секілді. Әрине, саналы ұрпақ проектісімен қазір осы жылғы біздер бастамада 50 баланы оқытамыз ба деп ойлап отырмыз. Биылғы жылы 50 баланы оқытамыз ба деп ойлап отырмыз. Ал егер ол баланың осы жақта ағайын туыстары болып жататын жері шешілген жағдайда, егер ауданнан, ауылдан келетін балалардың достық білім беру орталығында дайындауға біздер дайынбыз. Ал жалпы жаңағы жобаларымыз, мектепке жол акциясы болсын, болмаса береке акциясы болсын, алдағы уақытта дұрыс айтасыз, облыс бойынша жұмыс істеуді қолға алуды жоспарлаудамыз. Енді сіздерге көбінесе көмектесетін, қол ұшын беретін жаңа өзіңіз айтқан еріктілер, ерікті жастар, белсенді жастар. Мына біздің қаламызда да арнайы жастармен жұмыс жасайтын орталықтар бар. Жастар жаңағы ресурстық орталығы бар. Басқа да енді жастар саясат мәселелерін қарайтын арнайы орындар бар ғой. Солармен бірлесіп жұмыс жасау, немесе мына облыстық әкімдік жағынан жалпы сіздермен қандай да бір жобаларға қолдаулар немесе ұсыныстар болып тұра ма? Керемет сұрақ, рахмет көп. Әрине, өте біздерге облыстық ішкі саясат болсын, қалалық ішкі саясат болсын, енді солар ұйымдастыратын шараларымызды солардың қолдауымен, солардың рұқсатымен ұйымдастыратын болғаннан кейін, енді біздерге 10 жылдан бері сенеді, көріп жүр,
жұмысымызбен танысып жатыр деген секілді. Қандай шараларды ұйымдастырсақ та біздер кез келген жағдайда біздерге қолдауға дайын. Мысалы өздерінің белгілі бір гранттары бөлінетін болатын болса да біздерге хабардар қылып сіздер қатысыңыздар деген секілді. Болмаса жаңа айтып отырмын ғой, осындай проектілеріміз бар деп. Бұл проектілерді тек қана жаңағыдай халықтан ақша жинау емес, мақсат біздер өзіміз бір қайырымдылық шаралар, болмаса концерттер ұйымдастырған уақытта, болмаса мен келген уақытта біздер жайық жағасында марафон ұйымдастырғанбыз. Ол кезде де сол ішкі саясаттың қолдауымен, рұқсатымен деген секілді. Ол кісілер ешқашан біздің жаңағыдай қолымызды қайтарған жоқ. Осы жағдайда біздер олармен бірлесіп, үнемі келісіп жұмыс істеп отырамыз. Олар ұйымдастыратын семинарлар болады. Осы жақында ішкі саясат ұйымдастырған азаматтық орталықтарға, үкіметтік емес ұйымдарға арналған бір керемет түрде семинар өтті. Мен сертификатын алғанбыз. 3 күндік семинар. Осындай шараларда қатысып, үнемі белсенділік танытып отырмыз. Оларды біздерді қолдауға әрқашан дайын. Және де жаңағы айтып отырған, біз тек қана халықтан емес, үлкен шетелдік компаниялармен де жұмыс істейміз. Олардың бірі Флюр компаниясы. Осыған дейін біздерде қандай жоба болмасын, болмаса жаңа саналы ұрпақ проектісі болсын, мектепке жол акциясы болсын, үнемі қолдау білдіруге дайын отырады. Оған дейінгі мектепке жол акцияларымызды NCOC компаниясымен де бірге жұмыс істегенбіз. Кемг инжиниринг деген секілді жалпы үлкен компаниялармен бірге жұмыс істеп, кәсіпкерлермен де арнайы қолдаумен тығыз байланыстамыз. Жалпы басқа өңірлерде де осындай орталықтар бар ғой, сіздердің? Мысалы басқа облыстарда, басқа қалаларда жалпы олармен жаңағы саналы ұрпақ деген сияқты өздеріңіздің бастамаларыңыз ғой. Сондай жобалармен бірге тәжірибе алмасып деген сияқты олардан да алатын дүниелермен бірлесіп жаңа қызмет жасап тұратын боларсыздар, Басқа өңірлерде енді біздің тікелей қатысымыз болмаса да ұқсас проектілеріміз бар. Сол себепті біздердің арамызды байланыстыратын сол нәрсе болады. Мысалы саналы ұрпақ жобасы бойынша менің алдымда директор болған Әсет Өтеғалиев қазір Ақтөбеде қоғамдық қордың директоры, Ықылас деген қоғамдық қордың. Ол да ол жақта жаңағыдай саналы ұрпақ проектісін қолға алуды бастаған деген секілді. Олармен тығыз бір-бірімізбен байланыстамыз. Қандай бір жоба, қандай бір жұмыстар жасайын деп жататын болсақ, бір-бірімізбен ақылдасып, тәжірибе алмасып деген секілді байланысып тұрамыз. Енді қазір жалпы үкіметтік емес ұйымдарда көп қой қазіргі таңда. Оларда да осы жалпы білім саласына қатысты көптеген жобалар қолға алып өткізіп жатады. Бұл да енді бір арада бір сондай бір бәсекелестікті тудырмай ма? Қалай ойлайсыз? Бізде мынандай, бізде бәсекелестік деген нәрсе жоқ. Болмаса жаңағыдай осы мен мына ұйым грантты алмай қалсын, мен грантты мен алып кетейін, болмаса осы ұйымның алдына шығып кетейін деген ешқандай мақсат жоқ. Керісінше кеше семинарларда МПО-лардың барлық жетекшілері бас қосқан болатын. Сол кезде мен айтқанмын, егер келем десеңіздер, танысам десеңіздер, бірге жұмыс істеймін десеңіздер, біздің есігіміз ашық деген секілді. Осы уақытта біздерде Жарқын жанұя деген қоғамдық ұйым бар. Ол кісілермен де біздер кеше жаңа береке жобасында болсын, мектепке жол акциясында болсын, ол кісілер өздерінің тізімдерін алып келеді, өздерінде тізімде тұрған отбасылар. Біз де қолдан келгенше ол кісілерге көмектесіп жіберуге деген секілді. Болмаса олар да өз тәжірибесімен келіп біздермен бөлісуге деген секілді. Болмаса енді қазіргі халықтың жалпы қайырымдылыққа деген керемет түрде бір ашық негізі біздің халық. Оны түсіндіре алса, маңыздылығын жеткізе алса, яғни. Жаңа айтқым келгені, солардың арасында, жаңа МПО-лардың арасында жастар да бар. Осы бағытты қолға алып, алдағы уақытта қайырымдылықпен айналысқысы келетін, сондай бір орта қалыптастырғысы келетін. Олардың барлығына мен ашықпын деп айтамын да. Ішке келіңіздер, танысайық, бірге жұмыс істейік деген секілді. Жалпы сондай тығыз байланыстамыз негізі басқа фондтармен де. Өте керемет. Жалпы енді бұған дейін де осы қайырымдылық мақсатта деп айтып жатырмыз ғой. Енді біздің осы өңірдегі дін мамандарымен, жалпы осы мешіттермен де бірге жұмыс жасаған естіп біліп жатамыз. Осы сіздердің орталықтарыңызбен арнайы жаңа өзіңіз айтқандай, сіздің алдыңызда қызмет еткен Әсет деген бауырымызбен де бірге жұмыс жасадық. Жалпы енді көбінесе енді мешіттерде енді діни орын болғанымен де бұл мешіттердің қызметте арнайы қоғамға көмектесу, жалпы балаларды, жастарды ғылым білімге
тәрбиелеу, сондай-ақ жаңағы мұқтаж отбасылардың балаларына оқуына жәрдем жасау, жаңағы оқуға түсуіне жәрдем жасау, жаңағы грант иеленуіне жәрдем жасау деген сияқты енді көбінесе қайырымдылық мақсатта жұмыс жасайды. Жалпы алдағы уақытта да жалпы өздеріңіздің ойларыңызда осы мешіттермен бірлесіп, жаңағы діни арнайы басқармалармен бірлесіп деген сияқты осындай бір жобаларды қолға алу деген сияқты жоспарлар жалпы бар шығар енді қайырымдылық мақсатта қызмет жасағаннан кейін. Әрине қайырымдылық бағытта жаңа айтып отырғандай біз барлық егер қайырымдылық шаралар ұйымдастырамын деген біздерге бірге жұмыс істеймін деген барлығына ашықпыз. Жаңа айтып отырған бірақ негізгі біздердің көзіміз жеткен нәрсе айтып отырмын ғой жаңағы қайырымдылықты көп жасағаннан да кейбіреулерде мынандай психология отырып қалады, маған міндетсің деген секілді. Мен осы уақытты күттім, неге маған осы уақытты әкеліп бермедің, болмаса біздің волонтерлар айтты ғой есік алдына шейін алып барады деп. Сол кезде мен 1 сағат күтіп отырмын ғой, әлі қайда жүрсің деген секілді. Кейде бұл нәрселерден де халықты түсіндіру жұмыстарымен де болмаса басқа проектілермен де көшу керек па деген секілді ой келіп, осы саналы ұрпақ ортаға шыққан болатын. Алдағы уақытта егер бір проектімен жұмыс істеу керек болатын болса, егер сол шараның айналасында жұмыс істеу керек болатын болса, осы саналы ұрпақ жобасында жұмыс істегіміз келеді, яғни жағдайы төмен отбасылардың балаларын оқыту. Ол оқыту тек қана ұбт-мен шектеліп қалмайды ғой. Ол оқыту бір тіл курстарын алып барып, тіл үйрену курстарын жасауымыз мүмкін. Болмаса бір қазіргі уақытта IT мамандарына даярлау деген секілді. Сұраныс осы заман талабына сай ұсыныстар болатын болса, ашық біз бірге жұмыс істеуге дайынбыз. Барлығымен. Өте жақсы, керемет. Әдей Жоламанұлы, жалпы енді бастамаларыңызға өте жақсы, әрқашан қолдау білдіреміз. Енді өзіңізбен бірге мен көріп отқаным арнайы бір төсбелгі ма, не нәрсе. Осыны бір түсіндіріп кетсеңіз, енді біздің әлеуметтік желіде парақшаларымызда арнайы жариялап, көрсетілетін болады. Жалпы қандай белгі, не үшін берілген деген сияқты. Бұл енді менің алдымда жаңа айттым ғой, Әсет деген бауырымыз директор болды деп. Сол кісінің алған төсбелгісі негізі сол кісілердің уақытында жасалған жұмыстардың президенттің қолына алған медаль. Бұл не үшін берілді? Коронавирус кезінде білесіздер өздеріңіз, пандемия кезінде 2010 жылдары халық қатты қиналып, осындай өлім мен өмірдің арасында жатқан адамдар болды ғой. Аппараттар таба алмай деген секілді. Осы кезде біздер 100 ибел аппараттармен біздер көмектескен болатынбыз. Кәсіпкерлердің басын қосып, жаңағыдай халықтың, волонтерлардың басын қосып, осындай 100 ибел аппарат тараттық. Сол кезде мынандай да адамдар келіп атты. Енді аппараты жоқ болып қалған, жетіспей жатқан уақыттар ғой. Менің баламның уже соңғы демі шығып, өте қиын жағдайда жатқан кезде біздерге келіп, сіздердің аппараттарыңызбен енді бірінші Алланың қалауымен, сіздердің себепкерліктеріңізбен осы өмірде қалуына, яғни өмірін ары қарай жалғастыруына мүмкіндік болды деген секілді. Осындай бір қиын уақытта негізі біздер халықтың қасынан табылуға тырысамыз. Бұл біздердің ерлігіміз. Яғни айтқым келгені, біз бұл медальді аламыз, болмаса жылдың үздік ұйымы боламыз деген мақсатта жасаған жоқпыз ол нәрселерді. Халық дәл қазіргі уақытта не нәрсемен қиналып отыр, қалай көмектесе аламыз біздер деген ниетпен жасалған нәрсе. Кейін артынан осы медаль келген. Әрине бір жағынан ары қарай жұмыс істеуге де бір не болды? Мотивация деп айтамыз ба? Мотивация болды. Екінші жағынан жаңа айтып отырғандағыдай, оларда біздерді қай шарада болмасын қолдаусыз қалдырып отқан жоқ. Мына 2022 жылда қала әкімінің қолынан жылдың үздік ұйымы деген дипломмен номинация алған болатынбыз. Бірақ жаңа тағы да қайталап айта кету керек, біздер награда алу үшін, болмаса диплом алу үшін емес, халықтың бір жағдайына, халықтың бір қажетіне жарасақ деген ниетпен жұмыс істеп келдік осы уақытқа дейін. Өте жақсы, керемет. Ең бастысы халықтың алғысы маңызды дейсіз. Халықтың алғысы. Өте жақсы, Әдей. Бізге келіп пікір білдіріп, ой бөлісіп, сұхбат бергеніңізге көп рахмет айтамыз. Енді осы жасап жатқан жұмыстарыңыз одан әрі жалғасын тауып, жаңа өзіңіз айтқандай, халықтың алғысына, ілтипатына, ықыласына бөленіп жүре беріңіздер деп тілек білдіреміз. Өзіңіздеріңіз сияқты жанасыр, білімді һәм сауатты жастар көптеп біздің өңірімізден табыла берсін деп тілек айтқымыз келеді. Енді біздің эфиріміздің соңында біз тыңдап отырған тыңдармандарға бір тілегіңіз, өзіңіздің таңғы лебізіңіз болса жеткізсеңіз болады.
Сіздерге көп рахмет, осы жерге қонақ қылып шақырып, сіздердің жұмысымызбен танысып, халыққа таныстырып жатқандарыңызға сіздерге толағай табыстар тілеймін. Әрине айтып отырмын ғой, жаңа әріптестер керемет әріптестер, осы жерде тәжірибелі әріптестер, журналистер жұмыс істеп жатыр. Жалпы облыста өзіндік орны бар бір үнтаспа болатынына, керемет танымдық радио болатынына сенім білдіремін. Жұмыстарыңыз жалғаса берсін, дами беріңіздер. Ал жалпы халықты енді айтып отырмын ғой, халықтың қазіргі уақытта көзі ашық, көкірегі ояу, қандай проектілер, егер ол нәрсенің маңыздылығын түсіндіріп беретін болсаң, білетін болсаң, халық та, жалпы волонтерлар да болмаса, кәсіпкерлер болсын, қолдауға дайын негізі. Сол себепті жаңағы біздің проектіміз елім дейтін, ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан шықсын деген секілді. Осындай елім дейтін азаматтар, елім дейтін волонтерларымыз көп болсын деген тілек білдірем. Әмин. Жасаған жақсылығымыз әрине ол қоғам үшін бір керемет пайдалы істердің қатарынан болады деген сенімдемін. Әмин, рахмет сізге де. Қызметтеріңіз тек берекелі болсын, сауаптан болсын, алға қойған мақсаттарыңыз орындала берсін, жоспарларыңыз деп тілек білдіргіміз келеді. Қонақ болып келгеніңізге пікір білдіріп, ой бөлісіп, жоспарларыңызбен бөлісіп жатқандарыңызға рахмет. Алла разы болсын. Қымбатты тыңдармандар, біздің хабарымыз осымен тәмам. Келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар дейміз. Азан радиосында ізгі қоғам рухани танымдық бағдарламасы. Ізгі қоғам құрудың негізгі бастаулары, имани тәрбие мен ұлттың ұлы құндылықтары ізгі қоғам хабарында. Микрофон алдында Нұркен Мағриденұлы.